Қайырлы күн, достар. Менің есімім Сальвия, Травориум компаниясының амбассадорымын. Мен сіздерге бүгін жеке кабинетпен таныстыратын боламын, және де өзімнің ең сүйікті travel сайт, саяхатшылар сайтымен таныстыратын болатын. Міне мынау менің жеке кабинетім. Жеке кабинетімде міне бізде 4 сайт бар. Бірінші ашатын болса, осы жерде біздің екі сайтымыз. Сайт о путешествиях, стимул поездки, туристік сайтымыз және стимул поездки, ынталандыру саяхаты. Екінші платформаны ашады, Dreamcation платформасын ашатын болсақ, бұл жерде әлемдік турлар мен Getaway сайты ашылады. Ал бүгінгі біздің бірінші ол туристік сайтпен таныстыратын боламын сіздерді. Туристік сайтта әрқашан іздеуді бастағанда орыс тіліне аудармауыңызды өтінемін. Себебі Google аудармашы аударғанда сіздің жазған қалаңыздың немесе мемлекетіңіздің атауы өзгеріп, поисковик таппауы мүмкін. Сондықтан ағылшын тілінде жазамыз. Сосын төменгі шыққан списоктан шығу керек. Сіздің таңдаған отельмен таңдауға болады, мемлекетпен, қаламен таңдауға болады. Міне, мысалы, мен Дубай қаласын таңдадым. Дубай Араб Әмірлігі таңдаймыз, және бұл жерге бізге неше күнге, қай кезеңге қажет екенін таңдаймыз. Мысалы, мен май айында барғым келеді. Бірінші мен 8 күнгі аралықты алайын, және де мына жерде 2 адамға стандартты түрде көрсетіледі. Бұл жерде сіз өзіңіздің баратын адамдарыңыздың санына қарай өзгертсеңіз болады. Мысалы, менде 3 ересек болады десек, міне 3 деп қосамыз, және де менің жанұям үлкен, сол жанұямның бәрімен шыққым келсе, онда мен мына плюсты бассам, келесі бөлме, міне бірінші бөлме, екінші бөлме. Екінші бөлмеде, мысалы, менде 2 ересек. 3 ересек деп санайық, біздің жаңа айтып өттім. Міне, 3-ші бөлме. Бұл жерде таңдаймыз, және де 4-ші бөлме таңдауға болады. Яғни сізге туристік сайтта 4 бөлмеге дейін таңдауға мүмкіншілік береді. Яғни сіздің жанұяңыз қаншалықты үлкен болса да, бүкіл жанұяңызбен, өзіңіздің сайтыңызбен, бір осы кабинетіңізбен саяхаттауға мүмкіншілік аласыз. Салыстырмалы түрде алдыңғыда мен Incruise компаниясының мүшесі болғанда, ол жерде мұндай мүмкіншілік болмағандықтан өзімнің жанұяма 3 кабинет алған болатынмын. Әрбіріне мен ол жерде тұтынушы ғана болдым. Ай сайын 3 кабинетке жинақтап отыратын болатынмын. Бұл жерде маған сол жанұямен, жанұям Аллаға шүкір сол уақыттан бері өсті, кемейген жоқ, бірақ сол маған бір аккаунттың өзі бүкіл жанұяммен демалысқа шығуға мүмкіншілік береді. Ал егер де сіз дұрыс термеген болсаңыз, мына бөлмелер қажет болмаса, онда не істейсіз? Мына remove room дегенді басатын болсаңыз, ол жойылады. Міне. Мысалы, мен қазір осы 2 номерді таңдаймын, және осы 2 номерға іздеймін. Бірі мен 8-ші, мамыр айының 1 мен 8-ші аралығы. Міне, қараңыздар, осы сәтте сізге бірінші шығатын олар қазіргі сол сіз жазған датаға, сіздің берген параметрларыңызға
сай келетін отельдердің қайсысы ең жоғарғы мөлшерде сізге жеңілдік беріп жатыр, содан басталады. Сол кезеңдегі жеңілдік 94%-дан басталады екен. Қараңыздаршы, қандай керемет, 89%, 79%. Сондай керемет мынадай жеңілдіктер қараңыз. 72%, Мариот қонақ үйіне 72%, Рамада Уитхем. Қараңыздар, андай керемет жеңілдіктер. Және де бұл жерде мына фильтр арқылы ең төмен бағадан таңдасаңыз да болады. Ең жоғарғы бағадан, міне, lowest price ол ең төменгі баға. Дистанция ең жақын деген сөз. Ең жоғарғы бағадан бастасаңыз болады. Төменгі рейтинг, жоғарғы рейтинг, сол фильтрлармен іздеу жасасаңыз болады. Және мысалы, қазір біз мына D2 отелін таңдайтын болсақ, немесе резортты таңдады, Аль-Харбор резортын таңдадық, 89% жеңілдік беріп жатыр екен. Міне сіздің бөлмелеріңіз шықты, мына жерде картада, указательмен сіздің қонақ үйіңіз қай жерде орналасқаны көрсетіледі. Және міне бөлмелеріңіздің көрінісі. Мысалы, deluxe room дейді, бір үлкен 2 адамдық жататын орынмен, мынадай түрлері де бар бөлмеден, осы жерден өзіңіз таңдайсыз. Және осы жерге келгенде енді өзіңізге ыңғайлы болса, қазір қазақ тілі қосылатын болады, орыс немесе қазақ тіліне аударып алсаңыз болады. Міне сізге көрсетіп тұр, Міне жасылмен дейді, қайтаруға болатын категория отельдер, бөлмелер болады, және қайтаруға болмайтын. Көбінесе әрине мына қайтаруға болатын номерларды таңдауға біз кеңес береміз. Себебі неге? Кез келген жағдайда пландарыңыз өзгеріп, немесе мүмкіншілік болмай жатса, қайтып ақшаңызды қайтарып алуға мүмкіншілік болады. Міне мына жерде де, допустим, возвращаемый дейді, бөлме, тек қана бөлме, бұл жерде. Бұл жерде де, егер де отельде басқа концепция тамағымен болатын болса, завтрагымен, жемесі таңғасымен, немесе кешкі асымен осы жерде көрінеді. Қазіргі таңда бізге беріп жатқан жеңілдіктерімен тамақ ұсынбай жатыр бізге, тек қана бөлмені ұсынуда. Мысалы, бірінші вариантты таңдадық. Керемет 5 жылдызды резорт, бұл жерде өзінің гольф клубы бар, Қараңыз, мына жерде енді баға. 6 ересек адамға 7 түндік, 7 түн деп тұрмын, 7 ночей, налогын бәрін есептегенде сізге $1681 құрап тұр. 6 адамға. Және де бұл жерде 4423 loyalty point дейді, бұл деген кірбік. Соны алып отырсыз. Және де менің одан алдыңғы алған мынадай 1950 loyalty point-тарым бар, кірбігім бар. Енді осы сәтте мен мынаны қозғарту арқылы осыны берсем болады былай. Сонда менде баға өзгереді, Міне енді $1660 болды. Жоқ, қаламаймын, кэшбэгімді жинап, келесі жолы басқаға жаратам десем де, оны өзім білемін. Және де толтыру кезінде бұл жерде сіздің жеке кабинетіңіз болғандықтан, бұл жерде бәрі толықтырылған, сіздің данныйларыңыз жазылғанды. Бұл жерде жоқ телефон номерін жазып өтесіз, басқа ештемені қозғаудың қажеті жоқ. Бұл жерге, бұл travel сайт әрқашанда ақшаңызға бірақ жақсы жеңілдікпен аласыз дедік. Бұл жерге өзіңіздің картаңызды, картаның иесінің бәрінің данныйларын толық жазасыз бұл жерге. Және бұл жерде мынамен танысып өтесіз, политика отмены дейді, қалай қайтаруға болады, неше күнде. Бәрі
ойдағыдай болып жатса, мына жерге 2 галочканы қоясыз, сонда сізге забронировать деген кнопка ашылады. Осыны бассаңыз, сізге карточкаңыздан төлемақы алынып, автоматически подтверждение брони осы кабинетіңізге және почтаңызға келетін болады. Бұл міне біздің travel сайтымыз. Біздің travel сайтта тек қана отельдер емес, міне авиаперелеттер алуға болады. Енді авиаперелеттер көбінесе мына шет мемлекетте жасап жатқан біздің әр серіктестерімізге ыңғайлы. Білесіздер, бізде Қазақстаннан ұшатын авиакомпаниялар өте аз. Сондықтан біз қазір таңда көпшілік әлі пайдаланған жоқпыз. Мына жерде кәдімгі билет іздегендей, от до пункт прилета бәрін жазып отырып, осы жерден іздесеңіз болады. Мына жерде прокат автомобилей. Бұл жерде де келетін аэропортыңызды, мысалы, біз Дубайға келдік, және осы күндерге өзімізге автокөлік жалдағымыз келді. International, біз сол аэропортқа келеміз, енді датасын таңдаймыз. Біз 1 май мен 8 май аралығында таңдаған болатынбыз, Міне 1 мен 8-ін таңдаймыз, 1-ін таңдаймыз, орнатамыз, және енді 8-ін аламыз майдың. Орнаттық және поискқа басамыз. Міне, мысалы, кез келген автокөлікті жалға алсаңыз, 1 жұмаға осындай бағада алады екенсіз. Міне, бұл жерде де қараңыз, 100% возврат дейді. 2 тәулікке дейін мынадан бас тартсаңыз да болады. Мысалы, біз мына внедорожникті алғымыз келді. Осы внедорожникті алу үшін бізге забронируйте дейді. Міне, бұл жерде сізге өз бағасы жаңағы $142 және налогты қоса $257-ға 7-8 күн 7 түнге осы автокөлік сіздікі. Және бұл жерде де loyalty point кэшбэк қайтады 426. Және де мынау кэшбэктен келген ақшаны осы жерде де жаратуға мүмкіншілік аласыз. Толтыру жаңа қонақ үйді толтырғандай, сіздің данныйларыңыздың бәрі бар. Осы бос жақшалардың бәрін толтырасыз. Картаңыздың данныйларын толтырасыз. Мына жерде барлық условиясы бәрін дұрыстап танысып аласыз. Және мына жерге галочка қойсаңыз, тағы да зарезервировать этот автомобиль кнопкасы ашылады. Осылай автокөлік жалдайсыз. Келесі біздің вкладкамыз ол круиздар. Мысалы, біз круизға барғымыз келді. Әрі қарай круизный лайнерға отырып саяхаттағымыз келді. Екі ересекке май айына қандай ұсыныстар бар екен? Өкінішке орай, ол айға круиздар жоқ системада. Осылай іздесеңіз де круиздарыңызды табасыз. Және келесі біздің вкладкамыз ол экскурсиялар. Біріне келіп тоқталдыңыз, ал екісі күні біз экскурсияға баруды жоспарладық. Екісі күнге біз экскурсия іздейміз.
Міне экскурсиялардың сізге лучшие предложения дейді. Ең төменгі бағасынан алатын болсаңыз, бұл жерде бізде сим-картадан бастап метроға билетке дейін алуға болады, иә? Және трансферді да осы жерден алуға мүмкіншілігіңіз бар. Міне. $5 сим-карта. Міне сафари, қараңыз, бұл жерде бәрі жазып өтілген. Мына өкінішке орай бұл жерде перевод жасалынбаған, сондықтан переводчикқа салып, переводтасаңыз болады. Міне фонтанға, мына қайыққа міну бағасы небәрі $7 құрайды. Не осындай, егер Дубайда болсаңыз, осы көріністер сізге таныс болса керек, е? Осындай бағада бізде міне трансферлер де бар. Көрдіңіз, е? $10 басталады. Трансфер, сіз осы жерден де заказ беруге мүмкіншілігіңіз бар. Міне, круиз, обед, теңізде $12 басталады. Осындай ұсыныстарға ие боласыз, Travelrim компаниясының мүшесі болсаңыздар. Ал бүгінгі менің мына travel сайтпен таныстыру сабағым тәмамдалды. Келесі эфирларда көріскенше сау саламатта болыңыздар.